Білім күні. Жас жүректердің дүрсілі. Бұл күні біреулер мектеп табалдырығын алғаш рет аттаса, біреулер университет қабырғасына балмұздақ болып қонақтап жатыр. Бұл күні балалармен бірге мұғалімдер де, ата-аналар да бір жарасып қалады. Мектеп табалдырығын ең алғаш рет аттаған балалар үшін бұл күн өте маңызды. Көптен күткен күн. Себебі кішкентай бүлдіршіндер сөмкелері мен кітаптарын алып, тұңғыш рет мектеп есігін ашу үшін томпаңдап бара жатады. Осы жылғы оқу жылы басқаша басталмақ. Алғашқы қоңырау дауысы, күл шоқтары, ұстаздар, ата-аналар мен оқушылардың жүзіндегі қуанышқа толы сәттер. Мұның барлығын көре алмайтынымыз өкінішті. Әрине, қазіргі таңда білім күнін осылай қарсы алуымыз сіздер мен біздер үшін өте маңызды. Осындай білім күні бірінші және соңғысы болсын. Құрметті оқушылар, ұстаздар, ата-аналар, сіздерде 1 қыркүйек білім күнімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Биылғы жаңа оқу жылын біз қашықтықтан білім беру форматында бастағалы отырмыз. Сондықтан барлықтарыңызды қандай жағдайда болсын сапалы білім алуға шақырамын. Биылғы мектеп табалдырығын алғашқы аттағалы отырған жас бүлдіршіндерге сәттілік тілей отырып, бұл кезеңінде уақытша екенін айтқым келеді. Балалы үй базар демекші, мектеп ол балалармен көрікті. Сондықтан барлықтарыңызды мектеп қабырғасынан көргіміз келеді. Еңбек ардагері Батыр ананың есім берілген білім ордасы биыл 2020-2021 оқу жылын 800-ге жуық оқушымен бастағалы отырмыз. Оның ішінде 1 сыныпқа алғаш рет мектеп табалдырығын аттағалы отырған 100-ге жуық оқушы келді. Барлық сыныптар, барлық сабақтар онлайн қашықтықтан білім беру форматында өтеді. Былтырғы мектеп бітірген 11 сынып түлектеріне оңай болған жоқ. Олар осындай кезеңде білім алып өз білімдерін көрсетті. Түлектердің 70% грантқа иеленді. Ол бізді қуантады. Сондықтан биылғы түлектерге де мен үлкен сәттілік тілеймін. Барлық мұғалім санитарлық режимді сақтай отырып, қандай жағдайда да, қандай форматта да сіздерге сапалы білім беруге дайын. Ардақты ағайын, бүгінгі білім күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздарымызға шығармашылық шабыт пен еңбектеріне толағай табыс тілеймін. Жаңа оқу жылында шәкірттеріміз биік белестерді бағындырып, ел абыройын асқақтата берсін.